Сәлем достар. Бағанағы ссылканы қалай копировать етеміз? Мысалға мына кезде Нұргүл деген ссылка тұр. Оны мен үстіне басам ғой. Сілтеме көшірілді дейді. Яғни скопировано деген шықты ғой. Сосын мен мына жақтан YouTube каналдан біреудің видеосын көремін де комментарий жазам астына. Комментарий бүйтіп жазам. Сәлем. Видеоңыз керемет екен. Осылай жазып жүремін де. Сонда енді ұзағырақ қылып жазу керек та, өзіңіздің ойыңызды қосып видео жайында. Осы жерінде былайынан түсірсеңіз жақсы болар еді. Мына жерде мен осылай түсірген едім, әдемі шықты деген сияқты өздеріңіздің тоже опыттарыңызбен бөлісіп жаңағы кісімен. Не болмаса сол кісінің қалай мына жерде қалай түсірдіңіз, маған бір видеоларыңыз болса жібере аласыз ба деген сияқты сондай одан ол кісіден бір сондай бір советтер сұрап жіберсеңіз болады. Содан кейін в конце енді жаңа скопировать етілген Нұргүлдің несін маған салу керек қой в конце, что болмаған тоже көрді. Мына жерде буфер деген бар, немесе қою деген бар. Қою деген егерде сіз осы Нұргүлдің несін YouTube каналын жаңа скопировать еттіңіз, оның содан кейін бар басқа ештеңе скопировать етпеген болсаңыз, онда бірден сразу нетсеңіз болады. Қою деп бастасаңыз болады. Немесе қаншама бір нәрсе скопировать етіп сақтап қойған болсаңыз, онда сіз буферді басасыз. Буфердің ішінен жаңа Нұргүлдің несін тауып аласыз. Нұргүлдің несі ол примерно мына бірінші алдыңғы қатарда тұр ол мына жерде. Нұргүлдің несі шығады мына жерден. Осыны жаңағы сіздің комментарийіңіздің несіне жібересіз. Осыны жазып. Ол міне осыны сосын жаңағы ненің астында тұрады. Сіздің YouTube каналыңыз, мынау сіздің YouTube каналыңыз болады. Болды, ешқандай қиындық жоқ. Осы міне хат жазудың ішінде сақталып тұрады ғой. Енді ол галереяға ешқай жерде сақталмайды. Ол просто телефонның ішіндегі общий неде сақталып тұрады аккаунтыңызда сіздің. Интернеттің ішіне сақталып тұрады. Былайша айтқан кезде жаңағы аккаунт деймін, не дейді оны қалай айтып жүреді. Осы телефонның ішінде сақталып тұрады да ол. Яғни нете берсеңіз болады. Бірақ тоже самый көп копирование жасай берсеңіздер, мына астыңғы жақтағы нелер, мыналар өшіріліп қалады. Егер үстіңгі жақтан новыйлар келген кезде мыналар кетіп қалып отырады. Сондықтан көбінесе маңыздыларын ғана скопировать етіп қойып отырыңыздар. Ол өздеріңізге жақсы айтын болашақта бір керек болған кезде, бір сабақ, біреудің сабағын скопировать етіп қойған кезде қарап нетіп отырасыздар өздеріңіз. Немесе біреуге сабақ сатамын деген кезде тоже скопировать етіп жіберіп отырасыздар. Осындай нелер бар міне. Осындай. Түсінбеген жерлеріңіз болса тағы сұрақ қойып жатсаңыздар болады. Мынау енді қазір байластар келіп бір фотоға түсіп алайық, иә? Мынау бүгін айтты ғой, мейрам ғой. Бір фотоға түсіп алайық. Ибраттан фото түсіп жүресің, мынау мен телефонмен түсіп жүрмін. Оқып, үйретіп, ережелермен толық. Біз енді аңғырған айтқанымыз 10 сүре жаттап, Құранды оқып үйретіп, 10 сүре жаттасын десек, бір бала келіпті, имам мен 10 сүре жаттап алдым дейді. Қалай жаттап алдым? Сонда мен қазақшасымен мынандай әріпке кредитсіз әріпке салып жаттап алған ғой. Сосын айттым, бауырым дедім, олай болмайды, арабшасын оқып, арабшалап дұрыстап жаттау керек. Оны тақпақ сияқты жаттамағандар жетеді, 10 сүрені былай тақпақ сияқты жаттап айта беруге болады. Бірақ оның әріптерін нақты шығарып, тәжвидімен, ережесімен жаттау ол үлкен еңбек іс. Ол солай жаттау керек. Сөйтіп енді өзі келіп бұйырған екен, Саябек, Мейрамбек, Кенжебекұлы велосипедке иеленді. Өзімізбен осы қорғалатын азаматы, иншалла бұл бастауы болсын. Бұдан кейін қариларымыз шығуы нәсіп етсін. Мейрамбектің велосипедіне сертификат. Иде кабинетте велосипед тұр. Кабинетте есігін ашып. Бұдан қазір велосипед әкеліп оқып қойғанбыз. Сол түстен кейін өзі кеше түнге дейін әрекет жасап, сабақтарды оқып, барлығын тапсырып, күніне біраз әрекет тапсырып отырды. Бірақ енді әр нәрсенің өзінің еңбегі бар, әр нәрсенің берілген уақыты бар, мөлшері бар. Сондықтан осыған да біз
ұстаздармен өзіміз ақылдаса келе оған да 20 000 теңгелік сертификатты табыс ететін боламыз. Мінекей Райымбек бауырымызға бұл бала Райымбек бала нам алған жүрген қайда болсын, ертең Құранды жақсы оқып, мынандай көрсетілген. Мынау қорғанының шәкіртісі неке. Мұндай нені көп адам ала бермейді. Оны қызметте Құранды оқып, сол еңбегін жасып, оқуда ұзақ болып, Құранда оқып ертең өз елімізді Құранды көрсетіп, қарайын көрсетіп. Әмин. Алла беріп тұрмасын. Осы анасын еске шақырайық. Өзі ақша беру қиын өзі. Мейлі, Алла береке берсін. Иншалла бұл нәрсемен тоқтап қалмасын балаңыз. Негізі баламызды жаңағыдай негізі ол кісі бізде қариларымыз түстен кейін мешітте сабақ беріп қалды да, ол азаматтар таң түстен кейін мектепте болса да, әйтеуір ұмтылып келіп ұстазға жеке сабақтарын тапсырып отырып әрекетін жасады. Сондықтан да енді ол бауырымызға 20 000 теңгелік сертификат табыстайтын боламыз. Міне, Аллаху акбар. Енді бұл нәрсені, бұл Құран деген нәрсе не? Рамазан айы Құран түскен ай. Ертең артымыздан бір ұрпағымыз дұрыстап Құранды оқып отыратын болса, соның сауабы да үлкен ғой. Соның сауабын тиюін нәсіп етсін. Ол бала кім етпе өзі? Ол мейлі, иншалла. Ынталандыру әрекетін жасады. Оған 10 000 теңгелік сертификат міне. Жанында жаңағы өзінің есімі. Аллаху акбар. Бауырының Құранды жаттап үйренген есімді беріп отырған сыйлы ұзағына сүресін ертеңгі құдарды оқып, дайындалып ертең ал еліміздің осы қорған елімізді қарай болуы қарашасын. Алла уақытты күндері соқты olsun. Ал енді жамағаттары бұл енді баламыз Құранды толық оқып үйрене алмады, бірақ сол мұғалім сәнеден бастап әріптеріне дейін біраз әріп оқып үлгеріпті. Сол үшін жай ынталандыру сыйлығын беріп жатырмыз. Одан кейін дәл сондай ынталандыру сыйлығыменен Ермекбаев Иманәлі Ермекұлы, Иманәлі деген баламыз марапатталады. Ол Құранды оқыды, әріптерін оқып, Құранға түсті, бірақ 10 сүрені жаттап үлгермей қалды. Құран бойынша жаттап үлгермей қалды. Сондықтан да оған Иманәлі деген баламызға 20 000 теңгелік